Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын хворсты үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға саламыз. Ас содасын кішкене қосып, жақсылап араластырамыз. Аз-аздан ұн салып, жұп-жұмсақ етіп илейміз. Елеп болғасын кішкене уақытқа тұндырып қоямыз. Енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғасын зигзагпен әдемі етіп кесіп аламыз. Сосын осылай орап, қызып тұрған майымызда қуырып аламыз. Тынбастан айландыру керек, әйтпесе розочка шықпай қалады. Енді ерітілген шоколадпен бетін әсемдеп шығамыз. Мінекей хворсымыз дайын, өте сондай дәмді, хрустящий. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.